Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, ерекше алмадан пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: бір жұмыртқа, 80 грамм шекер, жақсылап араластырып аламыз. Жүз грамм ерітілген май, 1 шай қасық разрыхлитель, жақсылап араластырып, оған 200 грамм ұнымызды саламыз. Пирогымыздың тестасын жақсылап езіп, арғара қолмен жұмыс жасап, қамыр дайындаймыз. Және бұл қамырымызды салафан пакетке салып, жарты сағат холодильникке салып қоямыз. Начинкасына 3 алма қабықтарын ашып, теркадан өткізетін боламыз. Алмаға 60 грамм шекер саламыз. Және 2 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Жақсылап араластырып, біздің қамырымыз дайын. Ыдысымызды майлап, қамырымызды қолмен жайып шығамыз. Шет-шетіндегі бортиктарға дейін жеткізіп, бір келкі қылып жайып аламыз. Енді бетіне начинкамызды саламыз. Қызып тұрған пеште, яғни 180 градуста 25-20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Енді бетіне меренгасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаның ақуызы және 2 ас қасық сахарный пудра. Жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің меренгамыз ол кәдімгідей крем сияқты болу керек. Сіздер миксермен жақсылап араластырсаңыздар да болады. Ал енді біз пирогымызды алып, бетіне жаңа меренгасын салып шығамыз. Меренгасын салып болғаннан кейін, қайтадан 10 минут қызып тұрған пешімізге қойып, жалғастырып пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.